40 жас. Бұл жай ғана сан емес, бұл ер азаматтың өміріндегі көрінбейтін белдеу. Осы белдеуден асқанда еркектің ішінде ешкімге тіс жарып айтпайтын, түн баласы жастыққа басын қойғанда ғана мазалайтын бір қорқыныш оянады. Менің әлі де күшім жете ме? Мен әлі де сол баяғы қауқарлы еркекпін бе деген сұрақ көкейін теседі. Төсек қатынасы еркектің өзіне деген сенімділігінің айнасы. Ендеше, бүгін біз еркектің 40 жастан кейінгі екінші өмірі туралы, оның қорқыныштары мен жаңа белестері жайлы ашық сөйлесеміз. 40 жас тестостеронның асау толқыны басыла бастаған шақ. Бұрынғыдай әрбір қысқа көйлектінің соңынан көзіңді суыра алмай қалатын алаңғасарлық артта қалды. Бірақ бұл күштің таусылғаны емес, оның сапалық деңгейге көшкені. Енді еркекке дайындық керек. Ол бұрынғыдай лап етіп жана салмайды. Оған сезімнің жылуы, әйелінің көңіл күйі мен нәзік жанасуы маңыздырақ бола бастайды. Әрбір қимыл асығыстық емес, баппен жасалған өнерге айналады. Бұл жаста еркек әйелдің тек тәнін емес, жанын да баурап алуды үйренеді. Иә, күш көбірек жұмсалады, бірақ сол күштің қайтарымы да бөлек. Көбісі 40-тан асқанда құштарлық өледі деп қателеседі. Жоқ, керісінше, дәл осы шақта ерлі-зайыптылар арасындағы шынайы еркіндік басталады. 25 жастағы ұялу, қысылу қалай болар екен деген балаң үрей келмеске кетеді. Енді олар бір-біріне ашық кітаптай не қалайтынын, неден ләззат алатынын іркілмей айтатын, ешқандай шекарасыз сезімге берілетін кез осы. 40 жастағы құштарлық 25 жастағы оттан да ыстық болуы мүмкін. Өйткені бұл саналы түрде сезінген ләззат. Бірақ табиғаттың заңы қатал. 40 жас жүрекке салмақ түсетін шақ. Қан айналымының жылдамдауы, ләззат кезіндегі дүрсіл, мұның бәрі еркектің денсаулығына тікелей байланысты. Егер жүрек қан тамыр жүйесі мықты болса, төсектегі либидо да асқақ. Бұл кезеңде еркек өз тәніне мұқият қарай бастайды. Денсаулық тек ұзақ өмір сүру үшін ғана емес, сүйіктісінің алдында масқара болмау үшін де керек екенін түсінеді. Кейде қалау болмай қалады. Бір апта, бір ай. Бұл еркекті қатты қорқытады. Біттім бе деген ой маза бермейді. Бірақ сабыр етіңіз. Бұл ағзаның үзілісі, келесі үлкен сезімге дайындығы. Дәл осы тыныштықтан кейін келетін жақындық ерекше болады. Осы тұста жұбайлардың бір-бірімен ашық сөйлесе алуы басты құтқарушы. Егер сөйлесе алмасаңыз, арадағы салқындық орны толмас өкінішке айналуы мүмкін. Маман көмегінен де қашпаңыз, себебі бұл жан мен тәннің ортақ күресі. 40-тан асқанда бала жасау бұрынғыдай кездейсоқ қуаныш емес, үлкен жауапкершілік пен ауыр жұмысқа айналады. Әйел ағзасындағы өзгерістер, ұрықтың сапасы, мұның бәрі еркектен темірдей төзімділікті талап етеді. Төсек қатынасы енді жай ғана ләззат емес, міндеттеме сияқты сезілуі мүмкін. Бірақ осы қиындықтан өткенде ғана әке болудың қадірі арта түспек. Жасы ұлғайған сайын еркек шауқатты ұстап қалуды, процесті басқаруды үйренеді. Бұл гормондық өзгерістің еркекке берген сыйы. Енді ол өзін ғана емес, серігін де бақыттың шыңына шығаруды біледі. 40 жас бұл еркектің аяқталуы емес, бұл оның нағыз сапалы, терең және мағыналы жыныстық өмірінің бастауы. Қорқынышты жеңіңіз, себебі нағыз еркектік күш тәжірибе мен сабырдың тоғысқан жерінде.